қазақ газетін Ахмет Байтұрсыновпен бірге ашты ғой. Соның ішінде қазақ тарихы деген мақаласы бар да. Сол тарих мақаланың ішінде бір керемет дүниені айтып кетеді. Бұл қазір де өзекті. Мысалы, өткен заманның сөзін сөйлейтұғын, өткен кісілердің ісін айтатұғын тарих деген ғылым бар дейді. Қазақ бұны шежіре деп атайды дейді. Қазақтың әрбір отбасында отағасы, ауылдың ақсақалы тұнып тұрған шежіре дейді. Өткен ұрпаққа осы өткен тарихты айтып, санасына құйып отыратын еді дейді. Тарихынан айырылған ел, тарихын ұмытқан ел, тарихы жойылған ел бұл ұлт ретінде жойылуға бейім тұрады дейді. Енді қараңызшы, сол кездегі молдалар тәйірі тарих деген немене, тарих деген өтірік ертегі ғой, оқу деген не керек, бұл Құдайдың бұйрығы емес, пайғамбардың сөзі емес деп ел ішіне арандату салып дейді. Енді осы мақаланы оқып отқан кезде үлкен бір ой түйесің да, Міржақып ой түйіп отыр. Тек қана қазақтың елдігінен айырылу, қазақты бостандыққа тәуелді ету осы молдаларды айдап салды ғой. Оның астарында патша үкіметі, кейін мынау кеңес үкіметінің саясат жатқандығы белгілі болды.